Сәлем достар, мағыналы видео және керекті қызықты ақпараттар алу үшін Ая атты YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және осы мағыналы мультфильмді көрсете отыра мен сіздерге қазір секрет фильмі атышулы тайна деп аталады. Сол туралы қазақша мағынасын қысқа нұсқа жеткізгім келеді. Нақты не қалайсыз? Ғажайып баю, денені сауықтыру, жан тыныштығын табу. Бір заң ғана бар, ол тартылыс. Оның сыры тартылыс санында. Үндістанда, Лондонда, Нью-Йоркта немесе Қазақстанда бұл мүлде маңызды емес. Біздің болмысымыздың негізінде бір күш жатыр. Сіздің өміріңізде пайда болғанның барлығын сіз өзіңіз ойлаған, санаңызда сақтайтын бейнелердің күшімен өзіңіз тартасыз. Сіз қалай ойлайсыз? Неліктен халықтың 1% әлем байлығының шамамен 96% алады? Бұл кездейсоқтық емес, бұл заңдылық. Олар құпияны біледі. Бұл тартылыс мәні, ой толқын, ойды өлшеуге болады. Тартылыстана сіз бір нәрсені жақсы немесе жаман деп қабылдайсыз ба? Оны ұнатасыз ба, әлде ұнатпайсыз ба? Ол жайлы білмейді, айырмашылығын білмейді. Ол сіздің ойларыңызбен жұмыс істейді. Тартылыстана өте мойынсұнғыш. Тартылыстана қалаймын немесе қаламаймын деп басшылық бермейді. Ол сіз ойлаған нәрсені жүзеге асырады. Баста қандай да бір ой пайда болған сәтте тартылыстана кіреді, қосылады. Және бұл процесті кідірту тимесе де, тоқтату тимесе де, стоп не пауза жоқ. Сізде үнемі ой болса, үнемі жұмыс істеп тұрады. Сіз өміріңізде кейбір нәрселерді көргіңіз келмейді, бірақ сіз олар туралы үлкен құштарлықпен айтасыз. Ал сіз бір нәрсені назар аударған кезде, бұл нәрсе сізде болады. Сіз өзіңіз қалаған нәрселерге назар аударуыңыз керек. Позитивті ой кез келген теріс ойдан жүздеген есе күштірек екенін ғылым дәлелдеген. Уақыттың кешігуі бар. Әрбір ойды қайдағалау физикалық тұрғыдан мүмкін емес. Эмоция, сіздің бүгінгі барлық ойларыңыз бен сезімдеріңіз болашағыңызды құруда рөл атқарады. Көңіл күйдің қарапайым ғана өзгеруі. Сіз кез келген жағдайда көңіл күйіңізді бұзудан жол бермейсіз. Тартылыс заңына сәйкес сіз өзіңіздің бақыт сезімін сақтауға көмектесетін жаңа жағдайларды, адамдарды тартуды жалғастырасыз. Байлар байиды, кедейлер кедейленеді. Мұның бәрі осы адамның сезінетін басым сезімдерге байланысты. Өзіңізді сау адам, бақытты адам ретінде сезініңіз, айналаңыздағы сүйіспеншілікті сезініңіз. Тіпті ол шынымен болмаса да, өзіңізді шырқағаннан кейін сай ғалам қайта құрылады. Ойдың күшімен өміріңізде не істесеңіз де, ойыңызды өзгерту арқылы ғана барлығын қайтаруға болады. Өмір жолымен жүріп сіз өзіңіздің ғаламшарыңызды өзіңіз жасайсыз. Мен тыңдаймын және бойынсынамын. Жасалу процесі. Бірінші қадам сұрау. Маған нақты не керегін айтыңыз. Оны осы шақта жазыңыз. Екінші қадам сену, күмәнданбаңыз. Үшінші қадам қабылдаңыз. Яғни дәл сол сәтте болып жатқандай сезініңіз. Сезініңіз және бірінші қадам жасаңыз. Бір күл баспалдақты көру міндетті емес. Бірінші қадам жасаңыз. Ғалам кез келген әрекетті еш күш жұмсамай орындайды. Әлемде ешқандай ережелер жоқ. Адам идеяны түсініп, оның жолында чемпион болады. Мен бұл бағдарламамен таныстым, енді өмірімді өзгертемін, бірақ нәтиже жоқ. Хотя сәл серпіліс болады, бірақ бетінде не бар екенін көріп қана бұл нәрсе жұмыс істемейді дейді. Ғалам жауап беретін есте сақтаңыз. Мен тыңдаймын және бұйырамын. Және барлығы соответственно жоққа кетеді. Қиял жан-жақты, ол өмірге айналатын оқиғалардың алдын ала көрінісі. Біз адамның бойында нені бағалайтынымызға назар аударуымыз керек. Шағым, тек шағым арқылы оның себебін ғана күшейтеміз. Кедейлікпен, есірткімен, терроризммен күрес. Біз назар аударатын барлық нәрсені жасаймыз. Егер олар бізді ренжітсе, біз тек осы энергиямен қоректенеміз. Біз соларға қарай ұмтыламыз. Бұл тек қосымша тұтынуды тудырады. Сізді бір нәрсе жейді, бірақ мен оны қаламаймын дегенмен сөздермен ол жоғалып кетпейді. Маған ұнамайды дегенмен ол жоғалмайды. Керісінше оралады қайтадан. Мать Тереза, мен соғысқа қарсы митингке шықпаймын, бірақ бейбітшілікті қолдауға шақырыңдар деген. Егер сіз соғысқа қарсы болсаңыз, бейбітшілікті жақтаңыз. Егер сіз аштыққа қарсы болсаңыз, адамдарды көбірек тамақтандыруға тырысыңыз. Қандай да бір саясатқа қарсы болсаңыз, оның қарсыласының жағында болыңыз. Нені қаламайтыныңызды емес, не қалайтыныңызды ойлаңыз. Энергия назар аударылған жерге ғана түседі. Сіздің міндетіңіз әлемді айналадағы адамдарды өзгерту емес. Сіздің міндетіңіз ғаламшарда ағынмен жүру және барлық әлемді осылай қабылдау аясында ләззат алу. Біздің санамызға вирус сияқты әрекет ететін өтірік анықталды. Бәріне жетпейді деген өтірік барлығына жетеді. Сіз үнде болуыңыз керек. Айналаның бәрі энергия. Құда немесе энергия деп алсақ та, ол әрқашанда бар, жаратылмаған, жойылмайды, любой формада бола алады, кез келген пішінде қабылдауға қабілетті. Біз шексіз кеңістікпіз. Бізде құдайлық әлеует пен күш бар. Өз әлеміміз жасанды барлық күштен шығады. Сондықтан ол біздің бақылауымызда. Бірінші күш сыртқы күшке басымдық береді. Сіз өзіңізді қандай да бір жетістікке қабілеттімін деп ойлайсыз ба, әлде қабілетсізмін деп ойлайсыз ба? Кез келген жағдайда да сіз дұрыс болады. Бақыт сезімін қадағалаңыз. Сонда ғалам сізге бұрын тек қабырғадан болған жерден есіктерді ашады. Бізбен бірге рахаттаныңыз. Өйткені өмір керемет. Сіздің басыңыздан өткергендердің барлығы сіздің осы сәтке дайындалу үшін ғана болды. Осы сәтті қалай қолданасыз? Сіздің орныңызға ешкім сіздің биіңізді, әніңізді орындай алмайды, және ешкім ешқашан сіздің өміріңіздің тарихын сізге жаза алмайды. Сіз кереметсіз. Сізде таңғаларлық нәрсе бар. Сізге бұрын не болғаны маңызды емес. Сіз дұрыс ойлай бастаған сәтте ішіңіздегі қосылады. Дүниеден де үлкен күш. Ол көріне бастайды. Ол сенің өміріңді алады. Ол сізге тамақ береді, ол киім береді, сізге жол көрсетеді және сізді қорғайды, сізді бағыттайды, сізді тірі қалдырады, егер сіз кедергі келтірмесеңіз.